15 қараша ұлттық валюта күні мемлекеттігіміздің мәртебесі тағы бір дәлелденіп, абыройымыздың асқақтай түскеніне биыл 30 жыл. Бұл күн қаржыгерлердің де төл мерекесі екенін айта кету керек. Осынау күнді қаламыздың қаржыгерлері салтанатты түрде атап өтті. Жиында қала әкімі Гүлжан Құрманбекова қаржы тайғазанның тұрақты дамуына зор үлес қосып жүрген сала қызметкерлерін мерейлі мерекемен құттықтап, алғыс хат пен төс белгілер табыстады. Осы жерде осы қаламыздың, мекемеміздің барлық есепшілері, экономистері отыр. Сіздердің еңбектеріңіз орасан зор екенін мен білемін. Өйткені мен өзім де экономист қызметін атқардым. Барлық қаржының бәрін есептеп, бүкіл осы қаламызда болып жатқан жұмыстардың бәрін сіздердің арқаларыңызда, сол бүкіл елдің жасап жатқан еңбегі сіздер бір қағазға түсіріп, бір қағаздан бүкіл қаланың қандай жұмыстар атқарып жатқандардың бәрін жасап жатқан сіздердің арқаларыңызда. Мына еңбектеріңізге зор табыс тілеймін. Біздің есепші азаматтар, азаматшылардың, экономист мамандарымыздың көптеген жұмыстары көріне бермейді, бірақ сіздердің еңбектеріңіз орасан зор. Біздің қаламыздың жасап жатқан еңбегінің бәрін сіздер қағазға түсіріп, сол қағазда орасан зор еңбек жасап жатқанның бәрін сіздер көрсетесіздер. Сабырлықтарыңызға, шыдамдылықтарыңызға мен рахметімді айтам, алғысымды айтам. Өйткені есепші болу, экономист болу әркімнің қолынан келе бермейді. Оған дарынды, сондай жұмысына берілген, сабырлығы мол азамат, азаматшалар істей алады. Сондықтан сіздердің мына бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Арыс қаласында бұдыға қосқан үлесі үшін төс белгісімен құрметті Смайылова Гүлнара Төлеубекқызы марапатталады. Дәл осындай Арыс қаласында бұдыға қосқан үлесі үшін төс белгісімен Мұстафаев Нұрлан Толтасұлы марапатталады. Құрметпен қала әкімі Гүлжан Құрманбекова. Қала әкімі Гүлжан Құрманбекова. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Османов Жұмалы Бектұрыұлы марапатталады. Дәл осындай қала әкімінің алғыс хатпен құрметті Сәдешева Жібек Аманқұлқызы марапатталады. Осындай алғыс хатпен Досжанова Алтынай Баймұхамбетқызы марапатталады. Қала әкімінің алғыс хатпен Шегебаев Бақытжан Балтабайұлы марапатталады. Осындай алғыс хатпен құрметті Дәрменова Салтанат Сейдуәліқызы марапатталады. Осындай алғыс хатпен құрметті Ақбердиева Ләззат Ғалымқызы марапатталады. Осындай қала әкімінің алғыс хатпен құрметті Сералиев Ержан Тастанұлы марапатталады. Шарада көрермен назарына төлтенгеніміздің тарихы туралы сыр шертетін арнайы бейнеролик көрсетіліп, қалың көпшілікке қалалық мәдениет үйі өнерпаздарының дайындаған концерттік бағдарламасы ұсынылды. Қаймағым татым, қиялға батым, туған жер сенің төріңде, атылған талды, өзегің менен
Мерекеде марапатқа ие болған жанның бірі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің есепшісі Гүлнара Смайылова. Ол қаржы саласында 19 жыл еңбек етіп келеді. Құрметті әріптестер, бүгінгі мереке қаржыгерлер күні құтты болсын. Барлық осы салада қызмет етіп жатқан әріптестерімді құттықтаймын. Мынау қанша жылдан бері осы салада келе жатырмыз. Бүгін еңбегіміз еленіп, төсбелгі алып жатырмыз. Рахмет мынау барша әріптестеріме, мені қолдап жатқан барлық әріптестеріме рахмет. Мереке құтты болсын, қаламыз, ауданымыз дами берсін, көркейе берсін. Еңбегі еленіп, төсбелгімен алғысқа алған мамандар ризашылықпен тарқасты. Сара Кеңесбай, Жантөре Болысмұрат, Арт ТВ жаңалықтары.